Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте нәзік, жұмсақ, ауызға салса еритін, дәмі аузыңызда қалатын шоколадты сметанник пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға алдын ала ерітіп алған сары майымызды құямыз. Бір дана жұмыртқамызды салып, барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, егер менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписаться басып, каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Бізде дәл осындай біркелкі масса болғанда, енді үстінен қант ұнтағын салатын боламыз. Қант ұнтағында міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Себебі арасында осындай түйелері болуы мүмкін, сол үшін де електен өткізіп алған дұрыс. Қасығымыздың көмегімен осылай езіп қалғанында өткізіп жібереміз. Венчигімізбен жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнымызбен разрыхлителімізді еліктің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз, 2 немесе 3 бөлікке бөліп салып алатын боламыз. Ұнды електен өткізгенде біздің жаңағы пирогымыздың тестасы өте жақсы көтерілетін болады. Қолымызбен жұмсақ етіп қамырымызды елеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді қамырымызды алып, пакетикке салып, шамамен 10-15 минутқа холодильникте қалдырамыз. Осы аралықта біз салмасын дайындап алатын боламыз. Ең алдымен шоколадымыз бен сары майымызды водяной баняда ерітіп аламыз. Қаласаңыз, микроволновкада ерітіп алсаңыздар да болады, бірақ мен осылай водяной баняда ерітіп алдым. Шоколадты массамыз дайын. Бір шетке алып қоямыз. Енді кезекте ыдысымызға қантымызды саламыз және де 3 дана жұмыртқамызды салып алатын боламыз. Толық рецепт астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Міне 3 дана жұмыртқамызды салып алдық. Енді венчигіміздің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Қатты аппақ болғанға дейін араластырудың керегі жоқ. Қантымыз кішкене ғана ергенге дейін араластырсақ жеткілікті. Енді кезекте жаңағы жып-жылы шоколадты массамызды үстінен құйып аламыз. Бұл шоколадты массамызды қатты суытпаймыз, себебі қатып қалуы мүмкін, сол үшін де жылы күйінде құямыз. Ал ыстық болса, жұмыртқамызды пісіріп жібереді. Енді барлығын миксерімізбен жақсылап араластырып аламыз. Шамамен 1-2 минут көлемінде араластырсақ, соның өзі бізге жеткілікті болады. Жақсылап араластырып болғаннан соң 20 немесе 25% қаймағымызды салып аламыз. Ең бастысы қаймақтың пайызы 20%-дан аз болмауы керек. Енді барлығын жақсылап венчигімізбен тағы да араластырып алатын боламыз. Міне біз енді ең соңында начинкамызға какаоны қосамыз. Және де жақсылап ешбір түйірі қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Осымен начинкамыз дайын. Енді біз қамырымызды формамызға жайғастырып аламыз. 2 бөлікке бөліп алдым. Біреуі осылай жан-жағына, екіншісін ортасына жайып алатын боламыз. Қаласаңыз бірден оқтаумен жайып алсаңыздар да болады. Менде форманың диаметрі 26 диаметрлі болды. Арасына начинкамызды құйып аламыз. Дәл осы уақытта пешімізді алдын ала 160 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Әркімнің пешінің ыңғайына қарай әртүрлі уақытта пісіп шығады. Шамамен 35-45 минут аралығында піседі. Начинкамызды салып болғаннан кейін осылай барлық жеріне бір тегістетіп жайып шығатын боламыз. Және де ең соңында форманы 1-2 рет ұрғылап жіберсеңіз, сіздің начинкаңыз теп-тегіс болып қалады. Форманы 1-2 ұрғылап жібергенде осылай начинкамыздың беті теп-тегіс болып шығады. Енді пісіріп аламыз. Міне қараңыздар, қандай әп-әдемі болып пісіп шықты. Енді бөлме температурасында суытып барып, формамыздан босататын боламыз. Формадан босатар алдында осылай пышақпен алдын ала жан-жақтарын босатып алыңыздар, сонда формадан шешілуі оңай болады. Пирогты қараңыздар, қандай керемет, өте тамаша болып шыққан. Сіздерге жай ғана жасап көріңіздер деп айтқым келеді. Қараңыздар, кесілгеннің өзінде сондай нәзік екені көрініп тұр. Жай ғана жасап көріңіз деп айтқым келеді, себебі дәмі сондай керемет, нәзік, шаймен ішкенге өте керемет болады. Бұл пирог әсіресе балаларға өте қатты ұнайды.
Видео рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Видеоға лайк басып пікір қалдырып, мені қолдап қойыңыздар. Әрбір лайк және де пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Қараңыздар, қандай нәзік, керемет болып шыққан. Видеоны соңына дейін қарап, менімен болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет.